Бәріңізге сәлем, есімім Жұлдыз. Мен үйдің үлкенімін. Үлкені болғасын себепті болар. Әкем мен анам чем өзімнен кейінгі кішкентай інім мен сіңліме қарағанда маған көбінесе ой сен ақылдысың ғой, ой сен білесің ғой, сен өзің бірдеңе шешім табасың ғой, сен өзің бірдеңе үйренесің деген сияқты сенім артып қалған да. Кішкентай кезімде мен соған қатты ренжитінмін да. Мен ініммен екеуміздің ортамыз бір ақ жас, бірақ бір нәрсе таласып қалсақ маған сен қоя салшы дейді да. Бір нәрсеге ренжісіп екеуміз төбелесіп қалсақ маған саған не болды, үп-үлкен болып, сен білесің ғой, ақылың бар ғой дейді да. Мен содан ренжитінмін да, екеуміздің арамыз бір ақ жас қой, ол сияқты мен де баламын, ол сияқты мен де қателесемін, ол сияқты мен де алғым келіп тұрады, ол сияқты мен де ойнағым келіп тұрады да мысалы. Бірақ үнемі екеуміз төбелесіп қалсақ, екеуміз ұрысып қалсақ, всегда маған сен үлкенсің ғой, қоя сал, сен ақылдысың ғой, сен білесің ғой, сен мықтысың ғой, сен так ол нәрсені түсініп тұрсың ғой деп андай үнемі маған былай айтқан кезде қоя салшы дейді да. Сол нәрсе өмір бойы жалғасып келе жатыр да. Естественно, ол нәрсе адамның ренішін тудырады, мен ренжитімін да. Неге? Как будто мен мен інімнің арасы, мен мен сіңілімнің арасы бір 20-30 жыл сияқты қарайсыңдар. Мен де солар сияқтымын ғой. Жасымыз қатар ғой бәріміздің былай айтқан кезде. Неге маған басқаша көзқараспен қарайсыңдар, ал оларға жаным қателесіп қалдың ба, ничего, саған болады енді. А вот Жұлдызға болмайды, оған қателесуге болмайды. Ол үлкені, ол ақылды ол деп. Хотя арамыз бір ақ жас та. Сол нәрсеге ренжитінмін. Әсіресе анама, сен аналардан маған қарағанда бөлек жақсы көресің, мені олар сияқты қатты жақсы көрмейсің деп ренжитінмін да. Бірақ соның жауабын осындай Аллах тағала ең әдемі жолмен түсіндіріп берді. Мысалы қараңызшы, екі балаңыз төбелесіп жатыр. Жаңағы екеуі төбелесіп жылап жатыр да. Біреуі аңырап жатыр, біреуі шашын жұлып жатыр деген сияқты. Сіз ішіндегі қайсысына барып көмектесесіз? Естественно, жылап тұрған, әлсіз болып тұрған, анау маған ұрысты, деп аңырап жатқан балаңызға көмектескіңіз келіп тұрады. Ал жаңағы қасында тұрған мама енді ол өзі тиісті ғой, енді ол үйтті ғой деп тұрғанға қойшы деп айтқың келеді да. Қоя тұршы деп ше айтқан кезде. Неге? Сен ішінде сенесің, что ол бала сені түсінеді. Ол бала мына балаға қарағанда более осознанный, ол бала мына балаға қарағанда более жауапкершілік бар, ол сені қабылдай алатынын білесің да, поэтому қоя берші дейсің да. Қоя салшы құрсын, сенікі дұрыс, енді тиіспеші бал ініңе дейсің да, былай айтқан кезде. Сонда қарасақ, біз көбінесе жақтасамыз, көзімізге әлсіз болып көрінген адамға ғой. Кішкентайларына жақтасамыз, біреу мысалы үп-үлкен адам бір кішкентай баланы ұрып жатса, нең бар сен дәп-дәу болып алып деп ұрсамыз да мысалы. Хотя кішкентай бала үп-үлкен баланы ұрып жатса, ұятай дейміз да, ұятай. Дәп-дәу болып алып, мына құтақандай баладан таяқ жеп жатыр деген сияқты бір сондай қызық нәрсе бар да. То есть біз үнемі кім әлсіз, кім көзімізге әлжуаз көрінді, кім біздің көзімізге бір шамасы аз адам сияқты көрінді, соған үнемі жақтасқымыз келіп тұрады. Қоғамда да сондай. Кім мысалы көз алдымызда андай болады ғой, бір бейшара халге түсіп кетті. Кім көз алдымызда сондай бір әлсізденіп қалды, соған көбірек мейіріміз ашылып тұрады да, чем ана мықты болып тұрған адамға қарағанда. Оказывается, осыған байланысты андай бір түсінік бар екен. Аллах тағаланың Рахман Рахим сипаттары бар да. Яғни аса қамқор, өте мейірімді, өте айтқан кезде өзінің қолына тиген сондай мейірімі, махаббаты тасып тұрған сипаты. Енді вот сол сипат кімдерге, білесіздер ма? Әлсіз мұсылмандарға екен да. Енді әлсіз деген жаңағыдай деп любой нәрсе сынып қалатын емес, ондай емес. Әлсіз деген Аллах, менде ештеңе жоқ. Мен ештеңе білмеймін. Мен вообще вот такая. Өмірден түйгенім де жоқ, көргенім де жоқ. Любой уақытта бір қателесе берем. Аллах, мен қателеспеуге білімім де жоқ, менде ондай күш қуат та жоқ. Аллахым, сенен басқа менің ешкім жоқ деп жылап келіп тұрған әлсіз құлдарына өте көп түседі екен да, ол Рахман Рахим сипаттары. Айтады да, ананың бойында дейді да, осы Рахим сипаты бар дейді да. Именно ананың бойында Рахим сипаты бар, бірақ ол Рахим сипаты балаларының ішінде ең әлсізіне түседі екен да. Сонда біз ата-анамызға ренжи алмаймыз да онда. Ата-анамыз не істейді, ол ішіндегі Рахман Рахимдік Аллахтың тарапынан сондай бір нұр түсіп тұр, мейірім ашылып тұр, бірақ ол қайсысына көмек сұрап әлсіз болып тұрған баласына түседі да ол. Ал жаңағы мықты болып тұрған, енді ол өзі тиісті ғой, енді жыламай тұрған баласына түспейді да ол нәрсе. Вот оказывается, не істеу керек? Андай өмірде әлсіз бола білу керек, қай уақытта? Аллахтың алдына барған кезде. Біз бүйтіп барамыз Аллахтың алдына. Аллахым, у меня все хорошо, рахмет деп қоямыз да, шүкір, рахмет. Бірақ тағы да осы нәрсе болғанда ғой, берші соны маған. Андай как будто мен атак әлсіз емеспін. У меня все есть, рахмет, конечно. Но еще более мощный болуым үшін сен тарапынан маған байлық жетпей тұр. Сен тарапынан маған еще күшті болып кетуім үшін бір бала жетпей тұр деген сияқты андай болады ғой. Мен так сама по себе керемет адаммын, мощныймын. Енді соны еще больше үлкейтуге маған осындай бір байлық керек болып тұр деген сияқты барамыз да. Хотя қалай баруымыз керек? Жаңағыдай әлсіз болып, дым жоқ. Аллахым, маған өміріме бір нығмет келсе сенен келді. Мына бала сенен келді. Мына жұмыс та сенен келді. Имека сайрап отырғаным да сенің Аллахым нығметіңмен.
А так менде дым ештеңе жоқ, құлыңмын ғой сенің, әлсіз әлжуаз құлыңмын ғой, мен саған мұқтажбын деген кезде ол құл настолько сондай әлсіздік халіне түседі екен да. И вот сол кезде андай болады ғой, Аллахтың мейірім шапағаты сондай адамдарға түседі екен. Сол үшін де түсінгенім, біз былай ойлаймыз ғой, адамдардың алдында әлсіз болу керек деп. Адамдарға қалайсың десе, жүрміз ғой сол. Жоқ, адамдардың алдында мықты бол. Айт, альхамдулиллах, Раббым тұрған кезде мен қалайша сенің алдында келіп езілейін деп, наоборот, әлсіздігіңді Аллахқа апарып беру керек екен да. Ал адамдардың алдында сен түсіну керексің да, сен қанша өзіңді бейшара қылып көрсетсең де адамдардың арасында, адамдар саған көмектесе алмайды. Адамдар саған былай айтқан кезде бір күш қуатын беріп, саған қосымша сенің өміріңді күшті қыла алмайды, потому что олар да әзер жүрген әлсіз, халсіз бір пенде да Аллахтың. Не істейміз біз ендеше? Адамдардың алдында қасқайып тұр. Мен Раббының құлымын. Мен қалай жүрейін бұлай? Мен басымды түк көтеріп жүрем, Раббыма ғана сүйеніп, Раббыма ғана мұқтаж болып. Деп, наоборот, әлсіздігіңді барып Аллахтың алдына көрсет. Я Аллах, мен вообще дым білмеймін. Маған білім берші маған. Жоқ менде білім, маған тағы да үйретші мені. Жоқ менде байлық, дым жоқ менде, Аллахым. Маған өміріме бір тиын келсе қазір сенен келді, я Раббым. Менде жоқ ондай ақша. Сен берші маған, Раббым, сенің қазынаңнан берші маған деп, осы бір әлсіздігімізді Аллахқа апарып беруіміз керек екен да. И адамдарға ренжіп керек емес екен. Неге сендер мені аямайсыңдар деп ше? Зачем? Вот зачем саған адамдардың аяғаны? Не істейсің сен аяғанымен? Сатып аласың ба бірдеңе? Ойбу, жаным-ау дейді да, мысалы. Это же максимум. Мысалы тура сол сияқты ата-анамыз да бізге жаңа кішкентай баласына мысалы қамқорлық танытса, әлсіз баласына не істейді максимум? О, жаным, сол тиісті ма саған, үлкенің тиісті ма саған, ничего, ол сондай өзі атады дейміз деп, баласын максимум жұбатады, на этом все же. На этом все же. Ал сол әлсіздігімен Аллахқа баршы, адамдарға емес. Аллах саған и жұбатуды аласың, өзіңнің жүрегіңе де тыныштық аласың, көңіліңде орнығады, нұр аласың. Байтқан кезде алдыға қарай жүруге даже мотив те аласың, бәрін аласың ғой. Бүкіл саған керек ресурстың бәрін аласың ғой. Бірақ әлсіздігіңді Аллахқа апарып берші, болды. Адамдардың алдына емес да. Вот осы нәрсені түсінгеннен кейін я перестала обижаться ата-анама. Не деп ренжимін? Неге сендер Рахман, Рахим сипатын көрсетесіңдер? Неге сендер әлсіз балаларыңа ғана мейірімдеріңді ашасыңдар деп мен қалай ренжимін? Қалай ренжимін? Ол адамның уже фитрасында бар нәрсе да. И ең қызығы, өзіміз де ата-анамыз ғой. Өзіміз де мысалы қанша осознанный болсақ та, мен балаларымды бөліп жармаймын десек те, бәрібір де по факту балаларың между собой қырылып қалған кезде ең кішкентайына көңілің ауады ғой. Ананы ұрып кетпеңдер, тиіспеңдер анаған. Ана аяқтарың астында қалып кетті, мыршып кетпеңдер деп жаңағыдай үлкендерге андай айтып отырамыз да, сендер өлмейсіңдер деп ше. Кішкентайға алып тұрады ғой көңіліміз. Вот тура сол сияқты Аллахтың алдына кішкентай болып, әлсіз болып, жылап, жоқ менде Аллахым деп бару өте маңызды екен, өте маңызды екен. Не үшін? Өзіңнің бойында Аллахтың Рахман, Рахим сипаттарының нұрын көре алу үшін. Аллахтың нағыз мейірімі қай уақытта түседі? Адам әлсіз, халсіз болып, Аллахым саған ғана мұқтажбын, жоқ менде ештеңе деген кезде түседі екен.